Шизофрения алғашқы рет 100 жылдан астам уақыт бұрын анықталған болатын. Алайда оның нақты себептері әлі күнге дейін жұмбақ болып табылады. Ол қоғамдағы ең бір түсініксіз әрі жағымсыз дерттердің бірі болып саналады. Қане, бұл дерт туралы бар білетінімізді, оның себептері мен симптомдарын еске түсірейік. Шизофрения бұл синдром. Бұл дегеніміз ол себептері әртүрлі, алайда белгілері ұқсас, бірнеше ауытқулардан тұрады деген сөз. Аталған індетке шалдыққан адамдардың симптомдарында біраз айырмашылықтар бар. Шизофренияның алғашқы белгілерін байқамай қалу өте оңай. Мінездің біраз өзгеруі, тез ашулану, және де уайым ойдың жиі болуы. Шизофренияны еркектерде әдетте жасөспірім шақта немесе 20-дан асқан соң психоздың басталуынан анықтайды. Ал әйелдерде 30 жасқа қараған сәтте анықталады. Шизофренияның алғашқы ұстамасында паранойя, галлюцинация болуы мүмкін. Сондай-ақ адам сандырақтап, оның жүріс-тұрысы күрт өзгеруі мүмкін. Бұл симптомдар позитивті деп аталады. Бұл дегеніміз олар тек шизофрениясы бар адамдарға ғана тән, және де сау адамдарда кездеспейді деген сөз. Шизофрениясы бар адамдарда тұлға екіге бөлінеді деген шындыққа жанаспайды. Аталған симптомдар тек ойлау қабілетінің бұзылуына әкеледі, және де тұлғаның бөлінуіне әкелмейді. Шизофренияның сау адамдарға да тән болуы мүмкін негативті белгілер де болады. Олар мотивацияның төмендеуі, эмоцияның өшуі және де аз сөйлеу. Ойлау қабілетінің бұзылуымен байланысты симптомдар да бар. Назардың жетіспеуі, ақпаратты дұрыс есте сақтай алмау және де шешім қабылдау мәселелері. Сонымен психоздың себептері қандай? Аталған аурудың тек бір себебінің жоқтығы әбден мүмкін. Оған генетикалық және де экологиялық факторлардың жиынтығы әсер етеді. Шизофрения өзге психикалық ауруларға қарағанда тұқым қуалағыш келеді. Ғаламшарымыздың небәрі 1% бұл аурумен ауырса да, пациенттердің балалары мен туысқандарына бұл ауруды кездестіру ықтималдығы өте жоғары. Сонымен қатар, пациент пен туысқандарында ұқсас белгілер кездесуі мүмкін. Шизофренияның пайда болуына геннің жауапты болуы әбден мүмкін. Алайда қандай ген екендігі әлі күнге дейін беймәлім. Сыртқы факторлар, оның ішінде нәресте кезінде қандай болсын вирустық инфекцияға шалдығу, шизофренияға шалдығудың ықтималдығын арттырады. Ал марихуана мен кейбір дәрілер шизофренияға бейім адамдарда психозды арандатуы мүмкін. Аталған факторлар адамдарға әртүрлі әсер етеді. Шизофрениямен ауруға генетикалық бейімділігі жоқ адамдарға олар әсер етпейді. Аталған аурумен күресте қолданылатын антипсихикалық препараттар шизофренияны мидың қай бөлігі тудыратынын анықтауға көмектесті. Дәстүрлі антипсихиотиктар дофаминнің рецепторларын бөгейді. Сондықтан дофамин гормонының көп бөлінуімен байланысты пайда болатын позитивті симптомдарды басады. Алайда аталған дәрілер негативті белгілерді ушықтырулары мүмкін. Бұдан ғалымдар негативті симптомдардың мидың кейбір бөліктеріне дофамин жетіспеуінің себебінен пайда болатынын түсінді. Шизофрениямен ауырған адамдардың кейбірінде жүйке жасушаларының жойылуы байқалды. Дегенмен оның себептері түсініксіз болып қалуда. Дерт себеп пе, әлде дәрілер себеп пе? Белгісіз. Бағымызға орай, қазіргі жаңадан шыққан антипсихиотиктер бұл мәселені тек дофаминге ғана емес, сонымен қатар серотонинге әсер ету арқылы шеше алады. Шизофренияға мидың тек бір бөлігі ғана емес, барлық бөлігі жауапты. Антипсихиотиктердің миға әсерінен басқа да жанама әсерлер пайда болуы әбден мүмкін. Мысалы, артық салмақтың қосылуы. Аталған қиындықтарға қарамастан, антипсихиотиктер шизофренияға қарсы өте тиімді дәрілер болып есептеледі. Ал егер ол дәрілер когнитивті, тәртіпті психиотерапиямен бірге қолданылса,
олардың тиімділігі еселеп арта түседі екен. Электротырыспа терапиясы көп уақытқа созылатын ем бермесе де, аурумен күресте қолданыла алатын тиімді тәсіл ретінде есептеледі. Бұл терапия өзге әдістердің ауруға тигізетін әсері болмаса қолданылады. Емдеуді ертерек қабылдау өте маңызды. Егер психоз бірнеше жылдар бойы еркін дами берсе, ол адамның тұлғасының бір бөлігі болып қалыптасуы ғажап емес. Өкінішке орай, қоғамның шизофреник адамдарды кінараттауының кесірінен көптеген адамдар дәрігерге барудан қорқады. Қоғамда шизофрениясы бар адамдарды қауіпті деп есептейді. Алайда олар өзгелерден жиі зорлықтың құрбандары болып табылады. Дұрыс емдеу шизофрениямен байланысты психикалық қысымды азайтуға көмектеседі. Сол себепті пациенттің отбасын, достарын және де жалпы қоғамды дұрыс ақпараттандыру маңызды. Тек сонда ғана біз ем алуға мұқтаж адамдарға көмектесе аламыз. Сіздермен бірге болған Әсер Войс, ғаламның шексіз қырын бірге танайық.